Сәлем достар. Бүгін сендерге өте ерекше тылсым оқиғаны айтып беремін. Бұл оқиға шынайы өмірден алынған, және оған сену-сенбеуді өздеріңіз шешесіздер. Бірақ бір нәрсе анық, бұл әңгіме сізді бейжай қалдырмайды. Ал видео ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Менің есімім Айжан. Бұл оқиға менің өмірімдегі ең қорқынышты әрі жұмбақ сәттердің бірі болды. 7 сыныпты тәмамдап, жазғы демалысты асыға күтіп жүргенде, анам мені көрші ауылдағы ағамның үйіне жіберді. Бар болғаны бір аптаға кетіп едім, бірақ сол сапардан қайтып келген соң бәрі өзгерді. Басында ештеңе байқалмады. 3 күн бойы үйде жүрдім, анамның дәмді тағамдарын жеп, әдеттегі тіршілігіммен айналыстым. Бірақ кенеттен бәрі бұлыңғырлана бастады. Денемді әлсіздік билеп, басым айналды. Көп ұзамай төсек тартып жатып қалдым. Бірақ ең қорқыныштысы, мен өзімді жоғалтқандай болдым. Айналамдағы адамдардың бәрі маған жат көрінді. Өзімді де танымай қалғандай күй кештім. Әкемнің жүзінде үрей, анам болса көз жасын тыймады. Мен олардың қайғысын сеземін, бірақ ештеңе жасай алмаймын. Көз алдыма беймәлім бейнелер, қараңғы ормандар, ай сәулесі түскен көлдер келе беретін болды. Кейде өзімнің даусымды естіп қарқылдап күліп жіберетінімді де байқамай қалатымын. Менің бұл күйімнен дәрігерлер де түк түсіне алмады. Дене қызуым жоқ, еш жерім ауырмайды. Бірақ мен мүлдем басқа әлемде өмір сүріп жатқандаймын. Психологтар мені жындыханаға жіберу керек деді. Бірақ ата-анам оған келіспеді. Керісінше анам маған сәбиіндей күтім жасады. Күндер өте берді. Түнгі уақыт мен үшін ең қорқынышты мезгілге айналды. Түн ортасында төсегімнің жанында біреудің тұрғанын сезетімін. Басында ата-анам болар деп ойладым, бірақ басымды көтеріп қарасам, ешкім жоқ. Бірақ қараңғы бұрышта бір сұлбаның бар екенін сеземін. Қозғала алмай тек көзіммен бақылаймын. Кейде сол сұлба мен жаққа жақындап, маған бірдеңе айтқысы келетіндей болатын. Бірақ мен оның түрін көре алмадым. Бір күні көзімді ашқанда, төсегімнің жанында аппақ киінген әйел тұрды. Бет әлпеті көрінбейді, бірақ ол маған үңіліп тұрғандай сезілді. Қорыққанымнан айқайламақ болдым, бірақ даусым шықпады. Сол сәтте ол бірден ғайып болды. Бір күні ағамның ұлы, менің ағам Біржан таңғы шай үстінде көрген түсін айтып берді. Ол түсінде мені пештің жанында тұр деп көріпті. Бірақ мен оның сөзін естімей, көзімді бір нүктеге қадап қалыппын. Біржан мені қорқытпақ болып айқайлағанда, мен оған жалт қарадым. Бірақ ол қарашықсыз, бос жанарды көрдім деп айтып берді. Біржанның айтуынша, менің көзқарасым шайтанның көзқарасындай қорқынышты болған екен. Ол ояна сала қорқыныштан дірілдеп кеткенін жасырмады. Анам бұл түсті естігенде тіпті шошып кетті. Қызын емдеу үшін бармаған жері қалмады. Тәуіптерге, емшілерге, молдаларға жүгінді. Бірақ ешкім дертімнің себебін таба алмады. Ақыры бір күні көршілерден Көкшетауда мықты емші бар екенін естідік. Ол кісі тек Құран аяттарымен емдейді екен. Ата-анам бұл мүмкіндікті жібермей, сол кісіні шақыртты. Емші келген кезде менің бөлмеме кірді. Қолына Құран ұстап, ұзақ уақыт бойы дұға оқыды. Бөлмеде суық леп тұрды. Бірнеше сағаттан кейін ол сыртқа шыққанда, әбден титықтағандай көрінді. Анам мен әкем үрейлене оған қарады. Емші біршама үнсіздіктен кейін, қызыңыздың дерті ауыр, ауруды судан тапқан деді. Бұл сөздер бізді одан сайын тіксіндірді. Қандай су? Неге? Деп анам сұрады. Емші басын шайқап, бұл тылсым күштің ісі. Суға байланысты бір нәрсе болған. Естеріңізге түсіріңіздер деді де орнынан көтерілді. Бірнеше күннен кейін мен есімді жидым. Анамның анашым деген сөздері құлағыма анық естіле бастады. Мен алғаш рет оны көргендей сезіндім. Құшағына кіріп, еріксіз жылап жібердім. Сол күні менің өмірім қайта басталғандай болды. Бірақ бәрінен де таңғаларлығы, менің есімде ештеңе қалмаған еді. Бұл бір қорқынышты түстей көрінді. Бірақ біраз уақыт өткен соң, көрші ауылдағы ағамның қызы, құрбым Әсия менің жаныма келіп сыбырлап, есіңде ме? Біз орманда адасып түнде көлден жүзіп өттік қой, деді. Мен оның сөзін естігенде дене мұздап сала берді. Біз сол күні расымен орманда адасып кетіп едік.
Мен оны арқалап көлден жүзіп өттім. Бірақ мен есімнен танып сол жерде ұйықтап кеттім. Әсияның айтуынша ол түнде бір қорқынышты нәрсе көріпті. Орман ішінен ақ пен қара қасқыр шығып бір-бірімен шайқасыпты. Ақ қасқыр қара қасқырды жеңген соң бізге бір қаратта қараңғылыққа сіңіп кетіпті. Достар, менің бүгінгі әңгімем осымен аяқталды. Бұл оқиға жай ғана кездейсоқ жағдай ма, әлде шынымен тылсым күштердің араласуы ма, оны әркім өзі шешсін. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал ең қызықты оқиғаларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.